Марафонымыздың нөмір 98-ші кітабы Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы болып түскен. Сондай бір қазақ тарихын тануға, қазақтың өткенін білуге керемет таптырмас дүние. Жалпы кітаптың өзі 785 беттен тұрады және 3 романға, 3 бөлімге бөлінген. Әрқайсысы бөлек-бөлек кітап. Десе де бізге түскен бұл кітапта үшеуі бірге берілген екен. Енді біріншісі бұл Алмас қылыш, 251 беттен тұрады. Ең басында бұл кітап Әбілқайыр ханның жаңағы Шыңғыстың Жошыдан тараған ұрпағы, Өзбек хан деп аталған көк орданың иесі болған Әбілқайыр ханның ойынан басталады. Себебі ол кезде Керей мен Жәнібектің қазақ руларыменен бөлік шығуға ниеттері пайда болған кез, және сондай бір қиын қыстау кезеңде Әбілқайырдың ішкі ойлары осы кітапта беріледі. Сол екеуінің қайтсем де көзін құртуым керек, қазақ руларын бөлек шығуға жол бермеуім керек деп, сондай бір ойынан жаңағы оянып селт етіп отырған Әбілқайырдың ойымен басталады. Енді бұл бөлімде толыққанды жаңағы Керей мен Жәнібектің Әбілқайырдан бөлініп шығуы, Моғолстан жеріне барып жер сұрауы, ол жерде Моғолстандағы өзара жаңағы өзара соғыс болып жату себепті олар сол шекарасына қазақтардың келуінің оларға да пайдасы тиюі секілді оқиғалар. Сонымен қатар осы Әбілқайырдың ұлының астында үлкен ас беріліп ішінде айтыс болуы, Асан қайғының айтысты жүргізуі, Қотан жырауы менен әйгілі жаңағы Арғынның жырауы, Қазтуғанның арасындағы айтыс, өздерінің Қыпшақ руынан шыққан Қазтуғанның және өз руларының бұлар сондай бір тарихын паш етуі. Сол секілді Әбілқайырдың Гүлбаһрам атты қызына Қобыланды батырдың ғашық болуы, ол қыз бірақ Саян батырмен қашып кетуі, Қобыландының Ақжол жаңағы Қотан жыраудың ұлы белгілі Арғынның батыры Ақжолды басын мылжа-мылжа етіп өлтіруі, соныменен Қыпшақ пенен Арғынның арасындағы өзара сондай бір суық қабақ жаңағы кикілжіңдер басталуы, сондай бір оқиғалардың желісіменен ақыры осы Керей мен Жәнібек қазақтың руларын алып жаңағы Қозы көш деген жерге Шу мен Талас өзенінің бойына алып кетеді де 1465-66 жылдары қазақ хандығын құрады. Сондай бір көптеген сондай бір-біріне байланысты оқиғалармен өрбіген бұл кітап керемет қызықты. Орақ деген батыр болады, ол осы Әбілқайырдың ұлының, яғни келіні Аққозымен көңіл қосады. Сондай бір тамаша оқиғалар желісімен, тарихи оқиғалар желісімен өрбіп келеді де, соңында осы Керей мен Жәнібек қазақ хандығын көтереді. 1-2 жыл Керей болған болмаса, негізінен Жәнібектің жаңағы тасы өрге домалайды. Сөйтіп кейін осы екеуінің ұлы, Керейдің ұлы Бұрындық таққа отырады, бірақ одан қарағанда Жәнібектің ұлы Қасымның айласы да, ептілігі де, батырлығы да көзге көп түседі. Сондай Қасым сұлтанның бірнеше оқиғалары болады. Сөйтіп ең соңында Қасым хан атанып, қазақтың көптеген әскерінің саны көптеген 100-ге жеткізіп, жан-жағындағы жерлердің бәрін жаулап, үлкен мемлекетке айналады. Және бұл менің бөлімнің соңы. Қасым ханның ұлы Хақназар хан бір өзінің әскері бастап кетіп жатқан кезде таңғалып сыртынан мына батыр кім болды деп Қасым қарап тұрса, өзінің ұлы Хақназар екені белгілі болады. Сөйтіп бірінші бөлім 251 бет кітаптан басылмай оқитын керемет қызықты оқиғалар желісі. Екінші бөлімі 256 беттен тұратын Жанталас деп аталады. Жанталаста осы Хақназар ханнан басталып Абылай ханға дейін қамтылады. Бұл жерде көбінесе жоңғар шапқыншылығы, Ақтабан, Шұбырынды, Алқакөл, Солама туралы көптеген деректер келтіреді. Жоңғарлардың күшею кезеңі. Бұл жерде көбінесе Бұқар жыраудың айтуы бойынша іске асып отырады. Жаңағы Қасым ханның ағасынан тараған бір сұлтан, Шығай сұлтанның ұлы
Тәуекел деген сұлтан осы Хақназардың кезінде, Хақназар оның өмірін сақтап қалған кезде, кейін осы Тәуекелдің оларға қарсы шауып көптеген қазақ ауылдарына қырғидай тиіп жатқанын естиді. Сөйтіп кейін оның шындығын айтқаннан кейін Тәуекел қазақтың жаңағы билігін қолына алып, Хақназардан кейінгі мықты бір ханның бірі осы Тәуекел болады. Сол секілді Қаншер Абылай деген Абылайдың арғы атасы туы, одан кейін осы Уәли сұлтан арқылы кейін Абылайды бұқар жыраулар барып құлдықта жүрген кезінде көріп, мынау кейін бір мықты хан болатын бірден жаңағы сезеді. Өзінің бірге көмектескен жаңағы Ораз құлдың басын алады. Сөйтіп кейін таққа осы Абылай хан келеді. Абылай ханның тұсындағы көптеген жаңағы шапқыншылықтар, Қытаймен соғыс, Алтын Емелдің бойындағы соғыс секілді Баян батырдың оқиғасы бәрі осы екінші бөлімде қамтылған. Сонымен қатар Әбілқайыр ханның бас хан болмауына өкпелеп өзі кетіп қалуы, жеке кіші жүзге хан болып, және осы Әбілқайырдың 1731 жылы барып Ресей империясының боданы болуға өтініш білдіруі, оған Барақ батырдың өштесуі, Барақ батыр менен ақыры осы Әбілқайырдың басын алуы секілді көптеген оқиғалар бұл екінші бөлімде де қамтылған. Бұл да бір тамаша бөлім. 256 беттен тұрады. Және үшінші бөлімі бұл да жеке кітап, негізі Қаһар атты. Бұл бөлім 274 беттен тұратын толықтай Кенесары ханға арналған бөлім. Абылайдың бір тұсында өзінің бір ұрпағы жаңағы бір ұрпағы қолына қылыш алып қорғап тұр, бір ұрпағы жаңағы кітап оқып, Құран оқып тұр деген бір түс көреді. Сонда бұқар жырау бір ұрпағың ғалым, бір ұрпағың батыр болады деп келтірген. Сондағысы Абылай ханның Уәли деген ұлынан туған жаңағы Шыңғыс Уәлиханов ғалым болып шығады. Тағы бір Қасым Қалмақ қызынан туған Қасымның балалары Кенесары батыр болып шығады. Бірақ өзара өзара екі түрлі бағыт ұстанатын жаңағы адамдар болып кездеседі. Осы Кенесарының толықтай бұл 1837-ден 1847 жылдарға дейінгі көтерілісі толықтай қамтылған. Басында оның екі ағасын Қоқан жерінде басын алады. Сөйтіп бұл Ресей жеріндегі және сол Ресейге берілген қазақтың би сұлтандарын шауып, ауылдарын шауып, үлкен бір әскер жинайды, бірнеше рет бекіністерді алады. Бірақ десе де өзінің әбден тырнағын батырып алған Ресей империясы оған бере қоймайды. Басында осы Ұлытау жерінде хан сайланады, біраз жылдар бойы Торғай жерінде мекен етеді. Бірақ кейін қыспаққа алына бастағаннан кейін оңтүстікке қарай ығысып, сол оңтүстікте қырғыздардың қолынан қаза табады Кенесары хан. Соңғы қазақтың соңғы ханы Жаужүрек батырымыз. Және осының Кенесарының бауыры Наурызбай секілді басқа да бірнеше батырлардың осындай тарихи оқиғалары осы үшінші бөлімінде қамтылған. Керемет кітап. Енді бұл көшпенділер трилогиясы сондай бір қазақ хандығы құрылғаннан бастап осы күні кешегі Ресей империясына толыққанды бодан болғанға дейінгі керемет жауға шапқан кезеңдер мен соңғы тұяқ серпулері осы кітапта паш етілген. Оқуға кеңес беремін. Өте тамаша тарихи шығарма. Енді келесі кітабымызды анықтайық. Келесі бізге түсетін кітабымыз Виктор Гюго «Отверженные», бірінші том.